Келесі жылдан бастап Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес салықтық берешекті өндіріп алу тәртібі нақтыланады. Берешек пайда болған жағдайда ең алдымен салық органы салық төлеушінің банктік шотындағы қаражатқа, сондай-ақ дебиторларының банк шотындағы қаражаттарға өндіріп алу жібереді. Егер салық төлеуші қарызды өтемесе, онда салық органы оның немесе үшінші тұлғаның пайдалануына шектеу қойылған немесе кепілге қойылған мүлкінде сот шешімінсіз өндіріп алуға құқылы. Кәсіпкерлерге шамадан тыс жүктеме түсірмеу үшін берешек сомасын ескере отырып, өндіріп алу шараларын қолдануда сараланған тәсіл енгізіледі.